Қарашаңырақ Қызылсай ауылының құрылғанына биыл 60 жыл толады. Елді мекеннің атауы негізінен жер қабаты мен қыртысының түзілуіне қатысты қойылған. Өйткені қазіргі ауыл орналасқан жерде 3 Қызылсай аталған орындар болған. Олар Сулы Қызылсай, Құр Қызылсай және Жаман Қызылсай аталып кеткен. Бастапқы қоныс тепкен барлаушылар осы Сулы Қызылсайдың бойына келіп жайласқан. Бұл терең сулы Қызылсайдың табанында бұрыннан қалған құдықтар көп болыпты. Мұнан ертедегі шаруалар мал суарып, сай маңын қоныс еткендігі де айтылады. Ал Құр Қызылсай деп ауылдың батыс жағына ат берген екен. Жаман Қызылсай болса, Ақмола жанындағы арнаға орай есімделген. Осылардың барлығын негізге алынып, ауыл Қызылсай атанған. Өзен кен орнын игеріп атқан осы жердегі елдің, халықтың бәрінің келіп алғашқы қоныс тепкен жері. Бәрінің алғашқы келіп алдында Угры, артынан жаңағы Бұрғыла Убер, артынан Бұрғылау болып отқан мекеменің бәрін негізін қалаған жері осы жер ғой. Иә, бұл жерде Қызылсайдың өзінде көп мекеме болған жоқ. Сол жаңағы Угры болды, содан кейін жаңағы Убер болды, өзен бұрғылау жұмыстарын басқармасы. Арасында жаңағы вышка монтаж дейтін бір ода соның қарауындағы мекеме мәселен. Сосын бір-екі жаңағы нелердің автоколондары болды, жаңағы Жетібайский автобазының, тонау Ералы жаңа автобазының филиалдары болып, артынан жеке-жеке автобаз болып құрылып кетті ғой бәрі де. Ауылдың айналасында Тайғырдың дөңі, Қызылсайдың Қаройы, Бірғарын сияқты аттармен аталатын жерлерде бар. Бірғарында 1896 жылы Әбіш Қожа өмірге келіпті. Зобалаң жылдары ол Түркмен жеріне көшіп кеткен. Емшілік даңқы шыға бастағанда оны баласы сырқаттанған Қызылсай тұрғын іздеп барады. Сонда емші қайдан келдің дегенде Маңғыстаудың Көне өзенінен деп жауап беріпті. Мұны естіген Әбіш Қожа ол елдің атауының Қызылсай болғанын ескертіп, болашақта ел келіп халық көбейетінін де болжаған. Құттарған, қасиет дарыған сондай жер еді. Күндердің күнінде кешегі заманның ағымыменен тарыдай шашылып бытырап кеткен ағайындардың бәрі Маңғыстауға оралады, соның ішінде бәрі сол Қызылсай өзенге оралады деген. 66 жыл айтып кеткен ғой сол кісі. Ойыр дейтін үлкен мешіттер салынады, қасиетті киелі жер. Мұнияғы Бекет ата, мұнияғы Шопан ата, жабай шыққанда қожалардың аталары бәрін айтып кеткен. Жақсылық көңілім қосылы Қызылсай ауылының дамуына үлес қосып жүрген ақсақалдардың бірі 1998 жылдан бері ардагерлердің басын қосып, өзекті мәселелер туралы ой бөлісіп, оны тиісті орындарға жеткізіп отырады. Ақсақалдың ұйытқы болуымен ауылда мешіттің жаңа құрылысы бой көтерді. Ардагерлер үйі іске қосылды. Қызылсайдың 55 жылдық қарсаңында стелланың салынуына да түрткі болды. Бұл енді тарих. Бұны ешкім алып кете алмайды. Бұны ешкім сызып тастай алмайды. Ауылымыздың тарихы жазылып тұр сол жерде. Мен көрем, мына азаматтар көреді. Ақтаудан әр жерден келген баяғы 59 жылдар, 60 жылдар, одан кейінгі жылдары келіп, манағы қиындықтардың бәрін көзімен көріп, сол кезеңдерде туған соның балдары келеді, оқиды ана жерде. Ой, мына жерде менің атам жазылып тұр ғой деп кәдімгі қолымен сүртіп маңдайын тигізіп, талай адамдарды біз өзіміз көрдік сөйрге барғанда. Ақсақал ауылдың 60 жылдығына орай мұражай бөлмесі болса дейді. Бастапқы қоныста жұмысшылар пайдаланған құдықтар мен астаулардың қалдықтары әлі де тұр. Сондай-ақ сол кездегі баспана болған жертөлелердің де макетін салынуды ұсынады. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.